Вообще адамның нервында ойнайды да, жұмысқа келгің келмейді ғой. Ешкім жоқ, мына қарашы. Комиссияға жатыр қазір. Мына жақында таза қарар шықты. Егер де дейді, кімде-кім өзінің ағайындарын жұмысқа алса, жұмыстан кетеді, 10 жылға қамалады дейді. Міне енді менің 10 башам, 20 құда-құдағайлар, күйеу балалар, мұрындық балалар бәрі сөйтіп істейді да жұмысты, әммесі. Жұмысқа ал. Әммесі жұмысқа алдым, енді бүгін ұшып кететін уақытым ба білмеймін енді. Біреуі жоқ, сағат 11 болды, біреуі жоқ. Мынасы той, адам. Ой, театр мұнам. Сәлембек қайнаға? Қалай аман жат тұрдыңыз ба? Үйшілеріңіз аман ба? Балалар қыздар бәрі жақсы ма? Шешем қалай, шешем аман ба? Үйде отырмын, не қуады? Тоқтатса. Қайда жүрсің сен? Істерден мен ғой жұмыста ма? Я, жұмыста екеніңді біле ме? Сен жұмыста екеніңді білесің бе өзің? Жұмыста жүргеніңді білесің бе? Шешесі ана орамалды, комиссияға жатыр. Шеше қойшы орамалды. Қалай шешеме? Мың мәртебе айтамын, секретар ойытып жүрмейді деймін. Шешпаса орамалды деймін саған. Ой, қайнаға. Басың жумасаң айып мен деме? Постоянно орамалмен жүрсің сен. Шешпесаң ома. Бері қара, мына қарарды оқыдың ба? Жақында қарар келген, мына қарашы. Кімде-кім, егерде бастық бола тұра өзінің ағайындарын жұмысқа алса, жұмыстан кетеді, 10 жылға қамалады деп асты жазып қойыпты. Соның үшін мен атымды айтасаң, түсіндің бе? Қайнаға пайдаған жинастыр. Аманбай, Жаманбаев деп айт мен. Қайнаға, сіздің атыңызды қалай айтамын? О, қадімгідей айтасаң, Аманбай, Жаманбаев дейсің болды. Кейін үніңіз өлтіреді ғой мені? Мені комиссия өлтірсін бе? Сені інім өлтірсін, мені комиссия өлтірсін бе? Давай, Аманбай, Жаманбаев, айт қара. Қайнаға, айта алмаймын мен. Айт, басымда ұртпа, Аманбай, Жаманбаев, давай, айт. Қайнаға, қалай айтамын? Айт деме, Аманбай, Жаманбаев деп айт. Қалай айтамын, Қайнаға? О, біз аңсат қой, Аманбай, Жаманбаев. Сіздің атыңызды қалай айтамын, Қайнаға? Қайнаға болғаннан кейін Қайнаға деп айтамын. Қайнаға болғанда Қайнаға деп айтамын. Қайнаға деме, Қайнаға деме. Қайнаға болғаннан кейін Қайнаға деп тұрмын. Қайнаға болғанда Қайнаға деп неғылмын. Қайнай берме, қой онда Қайнаға. Не бәле алып жатсың сен? Жаңылтпаша айтып жатсам ба? Сөзің басын бәрі қыдан басылады. Алжаспай қалай айтасың сен соны? Баяғыда өлеттік, ақшенекке көкқапаға ақши деп қалады дек. Айта алмай. Қысқарт, Аманбай, Жаманбаев деп айтсаң, түсіндің бе? Ау, Қайнаға, Аманбай, Жаманбаев деп айта алмаймын мен. О, айтмысың ғой? Не деп айттым? Аманбай, Жаманбаев дедің ғой? Ау, Қайнаға, Аманбай, Жаманбаев деп мен айтып, басым кеткен бе өйтіп айтып? Ой, сен дейін сол ба? О, Аманбай, Жаманбаев деп айтып жатсаң ғой, сен қазір айтып. Ау, Қайнаға, қой, Қайнаға деме. Қой сен, тоқтатса. Қалғанлар қаяқта? Білмеймін. Білмейсің, еш нәрсені білмейсің сен. 3 жылдан бері еш нәрсені білмей келдің сен. Комиссиядан хабарың жоқ сен. Аманбай, Жаманбаев, баста орта, түсіндің бе? Аманбай, Жаманбаев деп айтсаң мен, түсіндің бе? Театр не? Ассалаумағалейкум, дай. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Кетсе бар, кетсе. Қатты сүйсің келіп тұрма сені. Адам жалап тастайсаң атаған әлен. Қақта жүрсең? Не болды, жұмыстан шықпа? Сен жұмыстан жүріп, жұмысын шыға береді сен, постоянно. Сен вообще сен кім болып істейсің, соны айтшы ма? Кім болып істейсің? Шопырда. Кім шопырсың? О, сіздің да. Онда мен не жүріп пен азан сағат 7:30 21-ші маршрутта? Сен шопырың болсам. Мен не жүрмін? Талпада, қар, машин жоқ, бір дамас келді. Айналып отырдым соған. Оламаздай ман сататын келіншек, ана 5 литрлік екі ашығанын берді ма? Ашығанын ұстап келдің жағын. Мына суықта ашығанды кім ішеді тұғын? Кешіресіз, дай. Кешіресіз, бері қара. Комиссияға жатыр. Мен дай деме, комиссияға жатыр. Ей, балық қордақ. Какой балық қордақ? Алқаш, сен балық қордақтан басын шықпады ғой. Келген комиссиямен келген дейшесің сен. Апарын ұсапарат қайтасың, мен айдап қайтамын. Апарын ұсапарат қайтасың, мен айдап қайтамын машын. Мына отырады артында, кім басылық, кім шоғыр білмей қалды ғой кейін күлді. Кешіресің. Жылай ма құдай артынан отырып ал. Дәртін айтып. Жап жапса. Бар, Аманбай, Жаманбаев деп айтпен. Басын орта, жап аузында. Яшы. Ой, мынау. Шездем, ау. Түріне қарағым Ажағамды ізлеп, бөкістің бәр жерін кезген, ау. Жөлі. Ол асаумай жезде. Қалай, аман отаста, үштері аман жезде. Жезде ана таза қарар шыққан дейді естіңіз ба? Егерде дейді, кімде-кім өзі басық бола тұра, барлық ағайын туысқандар бір жерге жұмысқа алса, 10 жылға қамалады дейді бұған. Сені поздравить етіп келіп тұрсам мен. Бір бөкет гүл әкелсең болады ғой, оғырағым.
Соны біледі келсең, неге жезделеп жүрсең сен? Аманбай деп айтпайсың ба? Қойған, сіздің атыңызды айта алмаймын сізде, ол. Сіз мен үшін өмірім ақырында hürmetli жезді болып кетесіз, ол. Söyleme, Amанбай деп айт. Түсіндің бе? Комиссияға отырасыз, комиссия. Давай қысқартыңдар болды. Өзін алып кеткен, яқшы сен айт, мен айтма. Келіні қалай айтады деймін де, атында айт дейді маған, оны сөйлетіреді ғой деймін де. Нағыры орамал шешсеге қарай. Мұсылманшылыққа тура келме. Қалай сен? Айтпа, ұлым ояп болар. Айтпа, еш атын айтпа. Ол комиссия кетсе келеді не? Қалай атын айтсың, ол? Айтамын. Инстаграм. Мен айтсам. Мен айтамын да. Ұлыма тура келмейді. Тура келмейді, ұлыма айтамын. Не біле бұл? Осы кішілер. Осы жұмыс жақпайды, қош жақпасылар. 11-ге дейін үйінде созып жатасыз бәріңіз. Мемлекеттік жұмыс. Башеке теп. Ал теп. Ал тепсе. Тепшиш бажамды. Не тұрсаң? Мен саған кіммен вообще? Кіммен? Башамсың? Какой бажам? Бұна бажамсың дейді. Таптым. Мерігүлдің күйеусің. Мен інжайымның ашпас. Ой, мен сенің басылығыма тағырмас. Комиссияға атыр. Бажекеңне Аманбай деп сөйледі. Түсіндің бе? Бақыры бір бізіға. Бұл жерде әмме басыл. Тұр бұлай. Бұна делерін соғма сілердің. Делерін соғма. Кейін сөйлесеме сенмен. Так, сен былай қыл. Секретаршы, былай қыл. Аманбай деп үйрен, яқшы ма? Сөйтіп, айт, жүрегің жанып кетпейді менің. Жөніп. Бер қара. Аманбай деп айтсаң, түсіндің бе? Сен жаға. Өзің алқаш. Мен саған есептемедім ғой. Алқашты жасаңдар енді. Сенің алқаш екенің рас қой, бірақ мен алқаш емеспін ғой. Айта бермеш еш. Сөйлей берме. Айтпақшы, жаңа біреу комиссияма есікті аш дейді. Ашпайман дедім. Сені жұмыстан шығарттыраман деп қояды. Шығарттырып отқан шығарсаң, бұл жерде бажам басылық дедім. Ой. Комиссияға сөйлеп айттың ба? Шағыр, аш. Қайдан қалады, таппайсың. Жиналыс. Мен жоқ деп айтыңдар, яқшы ма? Сіз бастық қой. Мен бастық қой. Так, бұлай қылыңдар, жиналыстың мазмұны жоқ ұлыма, яқшы ма? Не айтсам екенсілерге? Бүгін, ертең, аргүні. Оның аргүні не болды? Ассалаумағалейкум. Жақсы келдіңіз бе? Жаңа жиналыс бастап Батырбек. Сол. Шаршап қалған екен ғой. Шаршап қалған ба? Бер. Тез, ысығыл бір аш көк шайға кешекші. Yaxshi Қайнаға деді ме? Қайнаға. Қайнаға деген жоқ. Қайнаған деді. Шай қайнап тұтты аз әкелемен деген ол. Қайнаға деді. Қайнаған деді деймін. Бұл кісі сізге кім болады? Мен басыңмын. Кім деп шақырасыз бұл? Аманбай деп шақырады мен. Өзі айтсын. Өзі айтсын. Өзі неге айтпай? Айтады. Аманбай деп айт. Аманбай. Қайттан айтын? Қой, қайнаға деп жүре бер. Бұлау прикол болды ғой, анекдотқа ұқсап кетті ғой. Қой, қайнаға деп жүре бер. Не дегенсің, сондай жақсы. Салмақлы күлкі да болады, салмақлы күлкі. Салмақлы адамдардың салмақлы күлкісі болады. Баяғыда мен бір анекдот айтып берейін. Баяғыда бір қары балыққа барған ғой. Сөйтіп қармақ құрып отырса, қармағына алтын балық түскеннен кейін алтын балық. Алтын балық деп ұстамаған жаңа алтын балық. Тоқта. Кім қары ол? Аты кім, жөні кім? Пакт па айтса, маған пакт керек. Пакт па айт? Анекдот қой бұл. Пакт па айтшы енді. Кім қары? Аты бар ма, жөні бар ма? Айт. Атын айтсам танисыз ба сонда сіз? Айт, атымен айт. Төлбай Аманиязов шал. Ал енді соны бастан. Төлбай Аманиязов деп атын айтып бастайын ба? Анекдот қой бұл. Баяғыда Төлбай Аманиязов деген кісі болған ғой қары. Сол балыққа барған ғой. Қармақ құрайып отырса, қармағына алтын балық түскен. Алтын балық деп ұстап жаңа ашып. Тоқта. Ол жаңа Төлбай Аманиязов балыққа барғанда қай жерге барған? Әмударияға барған ба? Қыз кеткенге барған ба? Көлге барған ба? Пакт па айтса пактпенен. Енді бұл анекдот қой. Қаяққа барғанда не жұмысымыз бар біздердің? Бара бермеймін. Пакт па айт. Әмударияға барған ал. Ал енді соны басынан. Баяғыда Төлбай Аманиязов деген қары Әмударияға балыққа барған.
Сөйтіп қармақ құрып отырса қармағына алтын балық түскен, алтын балық ұстап аламын деп, алтын балық деген алтын балық жаша. Тоқта. Асықпа. Амударияның қай жағасына барған? Қожелі тарепке ме, берген өксіз тарепіне ме? Соны айт, пакт керек маған. Пакт ма айт? Қаяқсыз қаяғына барғанда не енді? О барғанда бір жағына, ал өксіз жағына барған ал. Ай, енді соны айт. Жақсылап айт. Анекдоттың бытышын шығарды ғой. Басынан бастайын ба? Басынан. Баяғыда Төлбай Аманияшев деген ғарыр болған ғой. Сол Амударияға балыққа барған. Мына бер жағынан, өксіз жағасына мына Сарайша тарифке барған. Как раз бұрынғы Малбазардың арты. Қазір Малбазар Орақбалаға көшіп кеткен, сорап жүрсеңіз. Кейде сорап жүремен деп айтқан. Сөйтіп қармақ құрып отырған Малбазардың артында. Қармағына алтын балық түскен, алтын балық қартып, алтын балық деп, алтын балық ұстап алып тұр. Тоқта. Баяғыда болғанда ол нешінші жыллары барған балыққа? Пакт ма айт, пактпен. Енді бұл анекдотқа нешінші жыл деп еді. Қай жыл болған еді? 41. Неше? 41 жыл дейтін олар. Ай, енді соны басынан баста енді. Бәрін бе? Бәрін айт, пактпен айт, басынан баста. 1941 жылы Атаңадәлі Төлбай деген ақмақ Аманиязович 12 сентябрь сағат 2-де, оны ұмытып кетпей. Балыққа барған Амударияға. Амударияның бер жағынан Сараншебетке барған бұрынғы Малбазардың арты. Қазіргі Малбазар Орақбалғада. Кішкентай тас бар екен айтпақшы, ұмытып кетпей, азында көріп келдім сол. Ене тұрыпты. Тастың үстіне шығып қармақ құрайып отырған, қармағына алтын балық түссе, алтын балық, алтын балық деп алтын балық көз жарқап келді. Тоқта. Ол 41-ші жыл сонда ұрысқа бармаған ба ол? Мен қайда білме ол? Не біле болып кетті бұл анекдот қой бұл? Анекдот қой бұл, ұрысқа барған ба, бармаған ба? Не жұмысымыз бар бізден? Пакт қой енді, пакт па айтса? 85 десеңіз өлесіз бізілер. 85-те есет бұға жоғады ғой. Баяғыда 1941 жылы ұлы ватандарлық ұрыстан Төлбай Аманияшев деген ақмақ қашқан. 12 сентябрь сағат 2-де. Сөйтіп Амударияға балыққа барған, Сараншаға, Малбазардың артына. О кезде Малбазар сөйерде еді, қазір Малбазар Орақбалаға көшіп кетті. Сөйтіп балық қармақ құрып отырған, кішкентай тастың үстіне мініп алып, қармақ құрып отырса қармағына алтын балық түскен, алтын балық ұстап тұрып, алтын балық деп көз жарқап кетті. Алтын балықтай тұтатындай деймен де, дүниемен тұтқан деймен де, шербеймен, просто мен балыққа қызығатын едім да, ой. Вот, ане, пакт. Балық неңмен тұтқан? Соны айт, пактпен айт. Қармақтың ішіне не салған? Кешірерсіз, мен білмей қалып айтып. Көте құртпен тұтқан атаған әлен. Көте құрт деген білесің бе? Сен не болады көте құрт деген? Соған түседі. Анекдот қой бұл. Басынан баста. Бәрін бе? Жақсылап айт, басынан. Бастан баста. Баяғыда 1941 жылы ұлы ватандарлық ұрыстың уақытында Төлбай Аманияшев деген ақмақ қашып ұрыстан. Балыққа барған 12 сентябрь сағат 2-де, ровно 2-де. Малбазардың артына барған Сарайша тарифке, қазіргі Малбазар Орақбалаға көшіп кетті. Сөйтіп қармақ құрып отыр, қармақ құрмаған ол. Қармағының ұшына көтен құрт саған екен. Олмаса түспейді ол, нан анау мынауға. Менсінбейді нанды жаңағы алтын балықлар. Шербейдіге жемейді. Көтен құрт мынандай семіз болғаннан кейін, сұлу шықтан келгеннен кейін, соны жейді алтын балықлар. Сөйтіп салса, алтын балық түскен, алтын балық қарып тұр. Алтын балық деп ұстап алған көзі жарқырап кеткен ғой. Өзім айта қояйыншы. Алтынның пробысын сонай жақсылар ғой. 85 емес, Дубайский емес, 83. Сөйтіп алтын балық Төлбай қарып, Төлбай, мен жібер деген ғой. Сөйтіп жағы Төлбай, 3 тілегіңді бежеремет білбай жібере қойса деп жағалынып атқан ғой. Сонда алтын балық сөйлеген бе? Сөйлемеген. Қағазға жазып әкелген. Компьютерден шығарған. Пешаты бар дейді дағы. Алтын балықтың басшылары беріп жіберген. Мә, Төлбайға апарып бер деп. Төлбай деген соған қарамай, алтын балықты жеп қойған ғой. Оказывается, оның
көзі мен құлағы естімейді екен да. О, жұмыстан плотно кеттім ау мен. Ойбай. Тоқта. Күйеу бала қаш, күйеу бала қаш. Күйеу бала демек мен. Ойбай, комиссия келді. Комиссия келіп тұрды, комиссия. Ой, күйеу бала комиссия деген сендей болады ғой, беті табақтай, қарны қабақтай. Комиссия келіп тұрды, мен көріп. Айтты, күйеу бала деп айтты. Ай, тұр. Что-то оның тұр таныс қой, көріп қайтайыз. Ойбай. Даужан, қалай? Ай, мына Даужан жынды ғой. Өзі жиллі мұнаның. Мұнаның өзі жиллі, кекшіресіз. Мұнаның өзі жиллі. Ой, анның қадыңғы Даужан жиллі ғой, жилліханадан қашқан. Бұны қазір жилліханадағы врачтардың бәрі іздеп жүртті. Даужан қаяқта деп. Жоқ, Алло. қашқан ғой. Алло. Бұны неғып жүріп берді? Танып қойды. Не қылады мынау? Телефонда сөйлеседі, крышасы кеткен ғой, айттым ғой. Ава танып қойды. Я, естімей жатыр дейсің бе? Міне, енді естілді ме? Яқ, алмастыраман. Міне, танып қойды. Екінші палатадағы байлепесіп азамат жібер ау. Яқшы, связь тамам, яқшы. Жолдастарым, аман болыңдар, сау болыңдар. Анекдотың жақсы. Ендігіде музыка жаздырып қойыңаршы ма? Яқшы, аман болыңдар. Осы жерлерге күніме анекдот айтып бердік пе бізден? Бас келмейсен бе ертең жұмысқа? Комиссия. Просто комиссия кетіп 5-6 тұр. 5-6 комиссия. Анекдот бар ма? Есет жоқ па? Тоқта. Алло! Даужан қаяқтасың? Ұзаққа кетіп қалмадың ба? Естілмей жатыр? Енді естілді ме? Алмастырама атаңын әлітті. Даужан азаматқа айт келмей-ақ қойсын. Азамат, мен сен үшеуміз екінші палатада жатамыз. Яқшы, аман бол. Связь тамам. Болды. Так, туысқандарым, мені құртқаныңыз үшін сіздерге рахмет. Мен Даужанбекке кеттім.